Армысыздар, пайдалы ақпарат қызық арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз ұзақ өмір сүру үшін не істеу керек? Ұзақ өмір сүргіңіз келе ме? Егер сіз үшін денсаулық пен ұзақ өмір маңызды болса, онда өмірді ұзартудың кепілдендірілген әдісі бар. Өмірді қалай ұзартуға болады? Өлімнің негізгі себептерін зерттеу керек. Бұл тізімнің басында инфаркт тұр. Инфарктты қалай болдырмауға болады? Және инфаркттың алдын алу қандай? Өз өміріңізді қалай ұзартуға болатыны туралы сөйлесейік. Егер сіз өзіңіздің өміріңізді ұзартқыңыз келсе, адамдардың өлу себептерін білуіңіз керек. Егер сіз оны жоя алатын болсаңыз, онда сіз өміріңізді ұзарта аласыз. Дүние жүзіндегі өлімнің басты себебі инфаркттен болатын өлім қаупінің негізгі факторлары гипертония, темекі шегу, семіздік, қартаю. Егер сіз жүрек ауруларының статистикасына қарасаңыз, әртүрлі қауіп факторларының арасындағы айырмашылықтарды көре аласыз. LDL үшін сандарға қарасаңыз, жоғары LDL үшін қауіп факторы 38%-ға артады, ал инсулинге төзімділік тәуекелді 540%-ға арттырады. Сондықтан инфаркттың алдын алу үшін инсулинге төзімділікке назар аудару керек. Өйткені инсулинге төзімділік ерте жүрек өлімінің негізгі қауіп факторы болып табылады. Инсулинге төзімділікті арттыратын кез келген нәрсе емес, инфаркттың алдын алу үшін қолайлы. Мұндай дәрі-дәрмектерге дәрігерлер жоғары холестеринмен күресу үшін тағайындайтын статиндер жатады. Ал іс жүзінде олар жағдайды нашарлатады. Статиндердің негізгі жанама әсерлерінің бірі инсулинге төзімділік. Инсулинге төзімділік өз кезегінде жүрек ауруының ең үлкен қауіп факторы болып табылады. Ұзақ өмір сүру үшін біздің митохондриялар мүмкіндігінше күшті болуы керек. Бірақ статиндер митохондрияны зақымдайды. Статиндер сонымен қатар адамды өте маңызды QN10 компонентінен айырады. Бұл холестерині жоғары тағамдарда бар. Адамдар холестериннен қорқады және ұзақ өмір сүру үшін оны төмендетуге тырысады. Бірақ LDL холестерин деңгейі өлім-жітімге кері пропорционал. Сонымен, егер сіз ұзақ өмір сүргіңіз келсе, оны азайтуыңыз керек. Инсулинге төзімділік арттыру, инсулинге сезімталдық, тұрақтандыру, қант деңгейі. Мұны қалай жасауға болады? Біріншіден, аралық ораза тұту керек. Екіншіден, майсыз ақуызды жеуге тырыспаңыз. Холестеринді төмендетіңіз. Холестериннен қорықпаңыз, табиғи өнімдер олар. Үшінші, диетада көкөністер көп болуы керек. Оларда калий мен магний көп. Бұл инсулинге төзімділікті төмендететін екі негізгі минерал. Төртінші, тұрақты түрде жаттығулар жасау керек.